Мен полиция капитаны Жанабаев Ерлан Смадиярұлы. Ішкі істер саласында 2003-тен бері қызмет етіп келем. Қазір уақытта 17 жыл болды жұмыс істеп келе жатқаныма. Полицияның жұмысы жеңіл емес. Білесіздер, әр күні қауіп-қатермен бірге жүреміз. Полицияның басты мақсаты халықты жазалау емес, құқықтық қамтамасыз ету. Осы әкімшілік аумақты тексеру барысында осы жатақхананың түтін иісін шығып жатқанын байқадым. Сол кезде пожарныйға хабарластым бөлімшесіне. Сол ішке бару уақытында ішіндегі комнаталардың бәрін әрқайсысын жеке-жеке тақылдатып, адамдардың бәрін шығарып, айқайлап. Сосын үшінші этажға кіріп үшінші этаждағы адамдар жас толмаған, кәмелетке толмаған балдар бар екен, қыз бен ол. Сосын үлкен кісі, тағы бір қыз бар. Олардың бәрін сыртқа шығарып, жасы толмаған, кәмелетке толмаған қыздың бәрін бетіне қар сеуіп, скорый келмегенше. Соңғы өрт болған күні біз білмеппіз. Ерлан болмағанда жағдайымыз қалай болар еді, екі немеремнің жағдайы қалай болар еді. Рахметімді айтам Ерланға, осылай бізді аман есен алып қалған үшін. Бұл мені ерлік деп санамаймын. Бұл әрбір полиция қызметкерінің қасиетті борыштарының бірі деп есептеймін. Бұл мені құтқарған азамат интернет желісіне салып жіберген. Рахметін айтып, сол интернеттен желіден кейін мені басшылық құрам осы марапатқа ұсынып, осы марапатты алдым ерлік үшін. Бұл мені қызметімдегі жетістік. Мен де ары қарай қызметімді балдарымды жалғастырса деп ойлаймын. Балдарымды мен үлкен азамат, үлкен патриот болғанын қалаймын. Соған тәрбиелеп отырмын ұлдарымды. Әрбір жігіт өз отанына қызмет ету керек.